Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге муссовый пирожный эскимо жасап көрсетемін. Ішіндегісі нәзік кремді шоколадты мусс. Ол аузыңызда ериді. Ал сыртқы глазурі сүтті шоколад. Бұл эскимо ешқашан ерімейді және сіздің тамағыңызды ауыртпайды. Ендеше тезірек жасап көрсетейін. Желатинге суық суды құйып, жақсылап араластырып, 10 минутқа ісінуге қалдырыңыз. Содан кейін желатинді бу моншасына немесе қысқа толқынды пешке ерітіп алыңыз да, үстіне ысытып ыстық сүтті құйып, жақсылап екеуін араластырыңыз. Осы сұйықтықты сүтті шоколадтың үстіне құйып, араластырып ерітеміз. Егер де шоколад толықтай ерімей жатса, қысқа толқынды пешке немесе бу моншасына қойып ерітіп алыңыздар. Міне осындай біркелкі масса шығу керек. Енді осы массамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған творожный сырымызды қосамыз да блендермен мұқият араластырамыз. Творожный сырымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін, ары қарай пирожныйымыздың дәмі шығып тұру үшін ванилин қоссаңыздар болады. Енді осы массаңызды бөлме температурасында толықтай суытасыздар. Ендігі кезекте сливке мен қант ұнтағын араластырамыз. Қант ұнтағы мен сливкиді қатты шайқаудың қажеті жоқ. Тек қана жұмсақ мамық қылып араласса жеткілікті. Мен 10 грамм қант ұнтағын қостым. Егер сіз пирожныйдың тәтті болғанын қаласаңыз, көбірек қосып жасаңыз. Енді осыны араластырып алған соң сливки мен қантты алдын ала дайындап алған шоколадты сұйықтыққа 3-ке бөліп қосып араластырамыз. Міне құрметті көрермен, осымен шоколадты муссымыз дайын. Енді осы шоколадты муссты арнайы балмұздақ дайындайтын формаға құямыз. Алдымен осылай көріп тұрғандарыңыздай таяқшаларын орнатып аламыз. Ары қарай өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа немесе кондитер мешок көмегіменен осылай формаларға құйып шықсаңыздар болады. Құрметті көрермен, осы жасаған порциядан менде 9 үштік пирожный шықты. Егер де сіздердің формаларыңыз үлкенірек болса, 7 үштік пирожный шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық керек ингредиенттер видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Соған қарап жасасаңыздар. Енді осы пирожныйымыздың беті бір тегіс болу үшін лопатканың көмегіменен тегістейсіздер. Немесе столдың үстіне бір-екі рет соқсаңыздар бір тегіс болады. Бетін салафанмен жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 5 сағатқа қойып қатырамыз. Ары қарай біз пирожныйымыздың сыртқы глазурін жасаймыз. Оған бізге керегі шоколад, шоколадтың үстіне сұйық май құйып, қысқа толқынды пешке немесе бу моншасына осылай шоколадымызды ерітіп аламыз. Кем дегенде 4-5 сағат тоңазытқышта тұрған пирожныйларымызды формасынан босатамыз. Құрметті көрермен, осы бүгінгі көрсеткен видео рецепт ұнаса, лайктарыңызды басып қолдай отырыңыз. Немесе каналымда бірінші рет көріп отырсаңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Келесі жаңа видеомды жіберіп алмас үшін. Енді осы формадан босатып алған пирожныйларымызды алдын ала дайындап алған глазурімізбен қаптаймыз.
Ерітіп алған шоколадымызды ыңғайлы ыдысқа құйып, көріп тұрғандарыңыздай осылай пирожныйларымызды матырып аламыз. Суық тоңазытқышта тұрған пирожныйға шоколад тез қатады. Міне, құрметті көрермен, осындай дәмді, өте керемет пирожныйды өз қолдарыңызбен үйде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.